Жила на свете одна семья. И вот однажды и навсегда ушел. Оқиға баяндалған сайын фондағы қағаз кесінділері жүректер мен құстардан бас сүйектеріне ауысады. Қазірдің өзінде кейіпкердің тағдырын меңзейді. Привет, бабуля Коко. Здравствуй, Хулио. Вообще-то меня зовут Мигель. У прабабушки не очень хорошо с памятью. Ең алдымен сюжеттің негізгі идеясы жақындары мен туыстарын еске алу туралы. О, Немоны іздеу. Я знаю, что мне нельзя любить музыку. О, ойыншықтар тарихы. И сочинял лучшие песни на свете. Ал бұл A113 туралы жақсы пасхалка. Любимая из них... Не забыла, пускай дорогам я краю, любимая моя, и я не скажу прощай. Алдымен түсінбеген көрініс, содан кейін қалай таңғаласыз. Әні сөздер мен мультфильмнің негізгі хабарын жеткізіп қана қоймай, сонымен бірге сол құпия Кокомен байланысты екенін соңында түсінесіз. Дела Крузның қойылымы оның барлық өтіріктерін, сатқындықтары мен ұрлықтарын толық бейнелейді. Бірақ осы екі жақты призма арқылы Мигель өзінің қанында музыкаға деген сүйіспеншілігі бар, нағыз арғы атасымен туыстықпен байланысты сезінді. Покажи, что ты умеешь, мучача. Я твой первый слушатель. Мигель ре мажор аккордымен бастағалы жатыр еді. Ол жындының әні Ан Пока Лока орындағысы келген болуы мүмкін. Және ол Гектордың арқасында өзінің алғашқы тыңдармандарының алдында сол әнді орындады. Пора помянуть наших мертвых. Всего раз в году бывает такой день, когда наши покойные предки могут побывать в гостях. И все их любимые блюда снесем к алтарю. Pixar негізінен өлілер күні мерекесін үлкен экрандарға керемет түрде бейімдеді. Және бүкіл әлемді осы таңғажайып дәстүрмен таныстырды. Мигельдің өзде білмей жатып, Дела Круздің емес, оның арғы атасының әндеріне таңданады. Көрермендермен таңғажайып жұмыс. Когда жизнь трудна, я беру в руки гитару. Аниматорлар үлкен жұмыс жасады, тек Мигельдің қолдарын анимациялау үшін. Гитарада ойнау кезінде олар әр саусақтардың кадр бойынша сұрыптады, сондықтан ішектердің дыбысы кадрдағы ойынға мүмкіндігінше сәйкес келеді. Дорожка должна быть ровненькая. По лепесткам духи находят путь к дому. Бұл да өлілер күні мерекесінің нағыз бөлігі. Дегенмен, шамдар да болу керек, бірақ олар бәрбір барлық жерде. Прячься, прячься! Куда-то нельзя! Сюжеттің керемет қозғалғыштары, қарапайым кездейсоқтық көрермен үшін жағдайды түсінуді өзгертеді. Сонымен қатар кейіпкерді ынталандырады, ал Коко әже тағы да екі ұштылық пен дәлелдемені меңзейді. Осы қабаттардың барлығын бір-біріне үстемелі оқиғаны шебер меңгеруді талап етеді. Ежелгі дәстүр өлгендердің сүйікті тағамдарын өлгендер күніне әкелу. Ты уже здесь? А что так рано? Тетя Розита? Дедушка Хулио? Тетя Виктория? С нашей Эмельдой беда! Не пускают на эту сторону! Мигельдің қайтыс болған ата-бабаларымен кездесуі кенеттен Эмельда проблемасына айналады. Олар бір-бірімен байланысты емес болып көрінеді, бірақ шын мәнінде Мигель суретті алып қашып кеткендіктен, ал Эмельда тірілер әлеміне жіберілмеді және Мигель қарғысқа ұшырады. Бұл бірі екіншісіне келеді, түсініп тұрсыздар ма? Тірілер әлемі мен өлілер әлемі арасындағы көпірді студия ойлап тапты. Бірақ оның көрінісі қаншалықты түрлі түсті, қызғылт сары барқыт жапырақшаларының сюжеттік визуализациясы жақсы жазылған. Бұл көпір өлгендерді тірілер әлеміне апарады. Бұл көрініс Pixar'ға өте қымбатқа шықты. Олар бірден мыңдаған шамдарды көрсету үшін жаңадан жазылған бағдарламалық жасақтаманы жасауға мәжбүр болды. Так значит, это не сон. Пирамидаларға назар аударыңыз. Өлгендер күннің тамыры осы жерден, атап айтқанда майя үндістерінен және ацтектерден шыққан. Миленькая, некрасиво пальцем показала. Бұл қазірдің өзінде мағынасы бар. Көпшілікке көрінбейтін деталь. Бұл өлім адамдарды ең жас кезінде басып озатынын көрсетеді. Все, он врет! Это дьявольский ящик! Здравствуй, Эмельда.
Аниматорларға қанға киімдерін табиғи көрінетіндей етіп модельдеу өте қиын болды, бірақ олар бұл тапсырманы да орындады. Надейся, что затащишь меня в день мертвых? Это дьявольский ящик! Скажите этой особе и ее адской машине! Өлілер әлемдегі бәрі өте ескі компьютерлер, ескі трамвайлар, ескі рациялар. Өйткені осыдан бірнеше жыл бұрын өлілер әлеміне осы технологияларды әкелген адамдар қайтыс болды. Это моего прапрадеда инструмент. Про этого музыканта. Он мертв для нашей семьи. Вообще-то вы все мертвы. Өлі сөзінің мағынасын дұрыс түсінбеу, шын мәнде жақсы ашылған, имелді сөзбе-сөз өлімді емес, рухани өлімді білдірген. Олар оны есіне түсірмейді, сүйрет салмайды. Ал Мигель бұл айырмашылықты әлі түсінбейді және өлімді бір мәнді деп санайды. В ту сторону, а я благодарю по-дружески. О, любишь Делакруса? Это ж мой старый знакомый. Олар бізді ақмақ қылып тарихты жоққа шығара береді. А вы правда знаете Дела Круса? Ну да. Но я не могу вернуться в мир живых, пока он не даст мне благословения. О, ты же скоро вернешься в мир живых, а? Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Поможем. Әрекеттердің жасанды жалғасы. Қызы Кокоға қайтып оралғысы келетін Гектор көп ұзамай тірілер әлеміне оралатын және құрбандық үстеліне Гектордың фотосуретін қоя алатын Мигельден көмек алғысы келеді. Ал дәл осы Мигель өлгендер әлемінде бір кездері Гектор отбасынан кетіп қалғандықтан. Түсініп тұрсыздар ма? Эй, мертвее мертвого. Өлгендер күніне арналған дәстүрлі макияж сюжетке жай ғана емес, мерекенің бұл бөлігі ретінде енгізілді. Бірақ бұл скелет әлемдегі тірі Мигельдің мәжбүрлі маскировкасы. Бұл көрініс Зверополис цензурасыз нудистерді асып түсті ме? Мүмкін. Стой! Кто тебя впустил? И кого же это ты привел ко мне? Танысыңыз, Фрида Кало. Мексикадан шыққан әйгілі сюрреалистік суретші, бір ғасырдан кейін камео. Он сдох, подавившись ветчиной! Я умер от пищевого отравления. Что-то не то съел. Возможно, дело в той ветчине, дружище. Негізгі құпияны ашуға арналған сюжеттік дайындама. Сережки висят до земли. Там не так поется. Да, но не при детях. Где мое Петро? Я превращаюсь в ничто. Конец близок. Спой мне что-нибудь. Ой, ну ты что, сам не знаешь? Я с этим покончил. Только что для тебя. Ну как же ее не любить? Море воспоминаний. Gracias. Что случилось? Когда в том мире не остается тех, кто тебя помнит, ты исчезаешь и отсюда. Надо, чтобы о нас вспоминали люди, знавшие нас еще при жизни. Или кто узнал по их рассказам. Мультфильмдегі ең маңызды және есте қаларлық көріністердің бірі. Ұмытылғаннан кейін топырақ айналатын өлі адамдар өлгеннен кейін де тірілердің естеліктерінде өмір сүре береді деген идеяның тұлғасы. Олар қалдырмаған мұра, шығармашылық немесе отбасы ретінде, өйткені тек тірілер ғана мән бере алады. Ал адам тұлға ретінде ұмытылғанда оның рухани жаңғырығы тарихтан жойылады. Сондықтан артта бірдеңе қалдыру маңызды, өйткені сіз туралы естелік мәңгілік өмір, сіз болған және мәңгі болатын тұлғаңыз туралы. О, супер отбасы. Я спою, я с тобой чокнусь. Вот это другое дело. Когда ждать тепла, mi amor, mi amor. Проражет мои чувства, слетаю я с катушек. Бұл ән әдемі ғана емес, нағыз жазушының Эмельдамен қарым-қатынасын ашып, олардың қарым-қатынасын сюретін байытады. Нам нужно уходить. Мальчик сбежал от родных во в мир живущих. Говорил, Делакрус твой единственный родственник. Они не терпят музыки. Надо, чтоб благословил музыкант. Ну ты обманщик. О, кто поговорил? Я веду тебя к родным. Отпусти, ты думаешь только о себе, до меня нет дела. Забери свою фотку. Эй, братишка! Мигель мен Гектор арасындағы қақтығыстың берік негізі бар. Жалпы алғанда, Гектор отбасын тастап Эмельдаға із қалдырды. Бұл бүкіл отбасына әсер етті. Сондықтан ешкім Мигельге батасын бергісі келмейді.
Мигель олардың бас тартты және тек Эрнесто де ла Круздан қолдауды қалайды. Ол оны өзіне арғатасы деп санайды. Өз кезегінде мұның бәрін бастаған Гектор Мигельді туыстарына қайтарғысы келеді. Осылайша ол сүйретін құрбандық үстеліне қоюды қалайды. Бірақ Мигель мұны білмейді. Мигельдің туыстары Гектордың отбасысы. Өйткені Мигель білетін де ла Круз Ривера жанұясының барлық жанжалын түсінбеушіліктің негізін қалады. Оның опасыздықпен өлтіруі осы отбасының қарғысы негізі болды. Мұның бәрі тұйық шеңбер қозғалатын сюжеттің дөңгелегі сияқты. Стой сейчас же! Испортить скорее! Что? Но как бы жизнь не была к нам жестока. Ах, что были за времена? А не так, как вы. Бұл Тор отбасындағы жағдайды елестету сияқты. Мигель жарғыларға қарсы шығудан қорықпай, гитарамен бірге осы тосқауылдан өте алады. Бірақ Эмельда өзінің принциптермен құлыпталуы және Мигельмен өзіне жақсы көретініне бара алмайды. Тек ән айта алады. Когда мы с мужем пели, ах, как он играл. Он хотел покорить весь мир. Эмельданың күйеуінің атын айтпауы фактісі оған деген жеккөршілікке негізделген, және бұл оның нақты күйеуі үшін құпияны сақтаудың жақсы негізі. Эль Санто, я ваш большой поклонник. Эль Санто Мексикадағы ұлы тұлға, испандық атақты үшін маңызды камео. Не бей Данте! Ты уже дал ему кличку Мигель? Еще немного, Данте. Кішкентай деталь. Мигель өзінің итін Данте деп атауы де ла Крузның аты Данте екеніне қарап ат қойған. Я пью за тебя. Ты мой друг, будь здоров! Бұл мағынасы бар көрініс екенін білесіз бе? Гектор, тебя скоро совсем забудут. А кто в этом виноват? Если меня забывают, то от того, что ты ни разу не упомянул, чьи песни поешь. Ты помнишь, как мы расстались? Ты сказал, мой друг, для тебя я горы готов свернуть. Как в фильме, что ли? Что? Будь здоров. Там был яд. Исполнишь ее сам. Это твоя мечта. Раз тебе важнее дом, тогда нам остается выпить на дорожку. Для тебя я горы готов свернуть. Будь здоров! Может быть, выпил. Жай ғана тамаша сюжет. Бұдан артық ештеңе емес. Что толку в одной семье, если весь мир — вот наша семья? Я заскучал по дому и... Әннің аты «Бүкіл әлем менің отбасым». Де ла Круз Мигельге айтқан сөз тіркесі, яғни ол әлі күнге дейін Гектордың мұрасын ұрлауды жалғастыруда. Охрана, заберите Мигеля. Успех не достается нам просто так, Мигель. Мультфильм зұлым адамдармен байланысты атақты Дисней жасыл шамы. Жасыл жарықта де ла Круз, жылы жарықта Гектор. Она забывает меня. Моя дочка. Хотел снова ее увидеть. Мою Коко. Где? Откуда ты это взял? Я был готов, что не увижу Коко в мире живых, но рассчитывал хоть на день встретить ее здесь. Просто должен я идти, пускай в далеком я краю, любимая моя. Бұл мультфильмнің ең жақсы сәті ең күшті сюжеттік бұралуларының бірі. Мұнда мағынасы да, ащысы да, қуанышы да бар. Нәтиженің негізі осы уақытқа дейін біз көрген барлық нәрсені түсінуді толығымен өзгерту және әрине әдемі ән. А мне красотка, буду любить тебя вечно. Эмельда оған арналған Гектор әнін орындауға шешім қабылдады. Оқиға неден басталғанымен аяқталды. Долго шел к вершине, Гектор. Слишком... Эрнесто! Он опасен. Ты всего-навсего убийца, который украл его песни! Я не боюсь брать судьбу в свои руки. Соны солай болу керек еді. Басты зұлым өзін құртады, ал екінші өлім біріншісін қайталайды. Ты папу помнишь? Он же тебе играл на ней, ты помнишь? Папа! Он просил тебе передать. Не забывай, не забывай, я не скажу прощай. Я храню его стихи.
Мен қателестім, бұл мультфильмнің ең жақсы сәті. Тарих барысында болғаның бәрі осы шарықтау шегіне әкеледі. Ән, ұмытпа, Гектор уақыт өте келе Коко үшін Мигельдің дауысымен ән салғандай. Отбасылық байланыстардың маңыздылығы туралы идеяны тамаша жеткізу. Коконы әнмен еске алу Гекторға кейінгі өмірді құтқарады. Нәтижесінде басты кейіпкерлердің бірі жай ғана емес, өлгендер күні канондарының негіздерінен құтқарылады. Ол өзінің әндерінде қалдырылған мұралар мәңгі өмір сүреді. Сонымен қатар ол есте қалады. Мигельдің музыкант болу арманын орындалуда олардың отбасындағы басты қақтығысты шешудің нәтижесі болып табылады. Тағы бір басты кейіпкер бостандықпен құтқарылған жоқ.